Мен аты жөнім Әбілқайыр Оразбақов. Мен өзім театр безендіру мамандығы бойынша білім алғам. Қазіргі таңда иленген мал терісінен тарихи бұйымдар жасаймын. Бұрынғы ежелгі түркі замандағы, ғұн замандағы балбал тектес. Бұл енді мынау жасалған бұл шығармашылық дүние, жаңағы қыздың мүсіні, сақ қызының мүсіні. Бұда қолына қобыз ұстаған, қолында торсық бар сияқты. Енді бұлардың мына жердегі жаңағы түбіндегі мынау ағаштарды өңдеп, осыны қолмен тігіп, бәрін ірі қараның терісін. Осы өзіміздің мәдениетіміз, осы ұлттық өнер. Сол арқылы өзіміздің мәдениетімізді, ұлтымызды басқа елдерге таныту, өзіміздің мәдениетімізді ұстап тұру, тарихымызды ұмытпау, осы қолөнермен басқа өзіміздің мәдени өнерлермен байланысы өте зор. Сол үшін қазіргі келесі кезекте енді өзіміз шәкірт тәрбиелеу, өзіміздің болашақтарға өзіміздің құндылығымызды, тарихымызды мирас етіп қалдырып кету.